Өңірде карантиндік талаптар күшейтілді. Атырау қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қанат Ғайнидинов эпидемиологиялық ахуал толығымен тұрақталғанға дейін шаһарда сақтық шараларын күшейту туралы қаулы бекітілді. Өңірде қатерлі індеттен 2 адамның қайтыс болуына байланысты. Сондай-ақ мониторингтік топтың жүргізген сараптамасына сәйкес осындай шешім қабылдаған. Атап айтқанда ойын-сауық, спорттық және басқа да көпшілік іс-шараларды өткізу, кинотеатрлар мен театрлардың көрмелер мен қызметін шектеу әлі де сақталады. Сондай-ақ қаланың бас санитарлық дәрігері тұрғындарға Исатай мен Махамбет алаңына, Жеңіс және ретро саябағына және адамдар көп жиналатын басқа да қоғамдық орындарға баруға тыйым салды. Ғимарат ішінде және көшеде, соның ішінде сауда, қоғамдық көлік аялдамаларында бір-бірінен кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты сақтау қажет. Тұрғындар далада міндетті түрде бетперде тағып жүруі тиіс. Мамандардың айтуынша, респираторлық инфекциялық алғашқы белгілері пайда болған бетте медициналық ұйымдарға бармай, 103 номері бойынша жедел жәрдем шақыру керек. Бүгінгі күні эпидемиология ахуалы Атырау қаласында тұрақты емес. Күнделікті аурушаңдыққа мониторинг жүргізіліп отырады. Аурушаңдықтың өсімі қазіргі таңда Атырау қаласы бойынша 2%-дан 7%-ға құрап отыр. Шектеу шараларын сақтамай азаматтар тұрғылықты жерінен жаппай шығу себеп болып отыр. 1 июньде осыған орай Атырау қаласының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 20 жылдың 5 июндегі нөмірі 70 қаулысы шықты. Яғни қаулыға сәйкес демалыс орындары мен алаңдарға шығуға шектеу қойылды.